Әлемнің рахмет нұры болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Мұхаммед деген көркем есімін кім қойған? Достар, бүгін осы туралы ақпараттар айтатын боламыз. Мұхаммед пайғамбар өмірінен 100 дерек атты кітаптан. Видеоның соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келмей тұрып ақ есімі мен сипаттары арқылы көзі ашық ғаламдарға таныс еді. Өйткені оның есімі рух әлемінен белгілі еді. Адам алейхиссалам соңғы пайғамбардың аты Мұхаммед екендігін білетін. Әзірет Адам алейхиссалам жәннатта Алланың тыйым салған жемісін жеп қойған соң артынша тәубе етіп Раббысына жалбарынғанда: «Ва Алла тағалам, мені Мұхаммед расулыңның құрметіне кешіруіңді өтінемін» деп жалбарынады. Сонда барлығын білуші Хақ тағала: «Әлі жаратпасам да сен Мұхаммедті қайдан білесің?» деді. Сонда Аллаға деген құрметі шексіз адам ата: «Ва Раббым, ият құдіретіңмен мені жаратқаныңда және пәк рухыңнан маған үрлегеніңде басымды көтеріп ғарыштың тіректеріне жазылған «Ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулаллах» деген жазуды көрдім. Сен өз атыңның жанына жаратылғандардың ең абзалының ғана атын жазатыныңды ұқтым» деп жауап береді. Алла тағала шындығында мен үшін Мұхаммед жаратылғандардың ең сүйіктісі, соның құрметі үшін тілегіңді қабылдаймын. Өйткені Мұхаммед болмағанда сені де жаратпас едім дейді. Сондай-ақ заманның мырзасы келу үшін мен кетемін деген Иса пайғамбар алейхиссалам тікелей Ахмад деп атап әлде қашан сүйіншілеп кеткен. Кей деректерде осы сүйіншіге сүйеніп бір шама ахл кітап қауымының өкілдері сәбилеріне Мұхаммед есімін қойғандары да айтылады. Мысалы, Бәни Тамимнен Суфиян ибн Муджаши деген кісі Шамға барып бір поптың үйінде қонақ болады. Суфиян өзінің мудар екенін айтқанда, поп арабтардан бір пайғамбар шығады, есімі Мұхаммед дейді. Мұны естіп, ол дүниеге келген баласының атын Мұхаммед деп қояды. Алайда бала есейе келе поп болған екен. Сондай-ақ Расулалланың анасы Әмина да оның атының Мұхаммед болатынын білген. Босануына санаулы күндер қалғанда Әминаға ұйықтап жатқан шағында: «Сен адамдардың ең қайырлысына және мына үмбеттің иесіне жүктісің. Оны босанғанда бүкіл қызғаныштардан сақтаушы Алла тағалаға сыйынамын» деп айтты. Атын Ахмед немесе Мұхаммед деп қой деп аян келген. Әмина анамыз ұлын жарық дүниеге әкелгеннен кейін көрген түсін қайын атасы Абдул-Муталибке айтады. Арада 7 күн өткенде атасы Расулалланы Қағбаға алып барады. Ұлы жаратушыға шүкіршілік етіп, бірнеше жерге құрбан шалып, 3 рет ас береді. Осы астан кейін Құрайшықтардың атқамінерлері сөз бастап: «Ва Абдул-Муталиб, осынау асқа себепкер немереңнің атын кім қойдың?» деп сұрағанда қарт Мұхаммед деп жауап береді. Әлгілер қарап тұрмай: «Ата-бабаларыңның бірінің есімін қойсаң болмас па еді?» дегенде, Абдул-Муталиб көкте Алла, жерде халық оған мақтау айтсын деп әдейі қойдым деп түсіндіреді. Демек, Расулалланың есімі әу бастан белгілі болған. Достар, осымен ақпаратымыз соңына жетті. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдырып, лайк басып және тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.